Ассалаумағалейкум. Осындай 9-8 клешиді видео обзор жасаймыз. Яғни бұның функцияларымен жаңағындай қандай басқа клешиден айырмашылығын көрсететін боламыз. Бұл клеши өте бұлай түрінен қарағанда бір қарапайым, бас ауыртудың қажеті жоқ. Оф дегеніміз өзі біз белгілі немен екенбіз. Ал енді осыдан кейін F деп жанып тұрғаны, F деп жанып тұр, қасында ерек сызық көрсетіп тұр. Яғни бұнымен біз вольт өлшейміз. Яғни біз қанша вольт өлшейміз, резетка болсын, мысалға осындай переносканы алайық. Переносканы алғаннан кейін мінекей, қолмен дұрыс ұстаған жоқпын. Міне 222. Одан кейінгі бұл сары кнопканы басқан кезде AS деп жанып тұрған. Бұның басқан кезде DS деп жанып кетеді. Яғни бұны басқанда біз нені істейміз? Біз тұрақты тоқты өлшейміз. Несі өзгертіледі. Одан кейінгі показаниясы несі? Бұл жерде дауыс, дыбыс, яғни бұл жерде прозвонка жасаймыз. Мінекей, екеуін басқан кезде прозвонка жасаймыз. Мысалға келтірген кезде осындай сақтандырғыш, мысалға 100 амперлік сақтандырғыш. Бұны прозвонка жұмыс істей ме, істемей ме, ол үшін бір басын тегізіп, бір басын мына жаққа тегізсек, сигнал беріп тұр. Яғни бұл істейді деген сөз. Осындай сақтандырғыш. Одан кейінгі тағы да сары кнопка, дәл осының положенияда сары кнопканы басқанда біз уже өзгерілгенін көреміз. Яғни мына жерде жанып тұр мега ом деп тұр. Омды тексереміз, яғни кедергісін тексереміз. Оның ішінде кило ом болуы мүмкін, ом болуы мүмкін, сондай показанияларын тексереміз. Ол не үшін қажет? Ол мысалға кабельдің дұрыстығын, яғни асинхронды қозғалтқыштарын ішінде прозвонка жасаймыз, яғни ол целый ма, не целый ма деген. Мынау градус. Бұған тағы өзінің тағы несі қосылады. Өзі судың градустарын тексеру, температурасын тексеруге болады. Одан кейін 4 амперлік. Бұл уже 4 ампер дегеніміз, біз бұл жерде амперді өлшейміз. Яғни клешиді осы жеріне тығамыз да. Мысалға да щиттің жиласынан аламыз да, фазасы бар. Сол осылай алған кезде осы 4 амперға дейін көрсетеді. Одан кейінгі 40 амперлік тұр. Келесі положение. Бұл да дәл сол 40 амперге дейін өлшей алады. Одан кейін 4000 амперлікқа. Ал ең соңғы функциясы, бұл не деген функция? Осындай үлкен переноска не үшін алдым? Өйткені осындай үлкен переноскалардың ішінде тоқ қиылып қалуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Сол кезде біз прозвонка жасап, яғни кабельдің сыртынан қай жер целый бұл кабельдің, қай жер не целый білуге болады. Осындай